Интернетсіз дүние бос. Қазір ояна сала тісімізді жумастан ісіміз ұялы телефонға телміруден басталады. Еңкейген қартыңда, еңбектеген балаңда смартфон сипаламаса отыра алмайтын заман болды. Тек сол телефоны құрғыр қайта-қайта қатып қалып жүйкені жұқартатыны бар. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы. Студияда Нұридин Бедосов. Таңертең тұра сала әлеуметтік желіні шолып шығуға құштарлар саны артып келеді. WhatsApp'тан бастап, Instagram, Facebook'пен аяқтайсыз ол шолуыңызды. Әрине, алдымен ағайын туыс дос шараның амандығын біліп, сосын елдегі жер жиһандағы соңғы жаңалықтардан хабардар боласыз. Тек интернет игілігін тиісінше көре алмай жүргеніміз ашшыда болса ақиқат. Мәселен, қол жетімді интернетке халықтың әлі күнге қолы жетпей келеді. Жұрт үкіметке сапаның сын көтермейтінін айтып 5000 шағым жолдаған. Осы және өзге де мәселелерді тізбектей келе, атқарушы билік мәселені шешу үшін анау-мынау емес тұтастай ұлттық жобаны іске қоспақшы. Әдетте ауқымды бағдарламаларға қыруар қаржы құйылатыны белгілі. Бұған да бюджеттен миллиардтаған ақша жұмсалмақшы. Биылдың өзінде 3 мегаполис тұрғындары 5G-дің қызығын көреді бұйыртса. Министр Мусин сейсенбі күнгі үкімет отырысында осыны айтып, ағынан жарылды. Алысқа бармайық, Астананың қақ ортасында тұрған Ханшатыр маңындағы тұрғын үйлерде интернет нашар. Халық осыны айтып келе жатқалы қашан. Міне енді әкімдік жер бөлді. Онда интернетке қажетті жабдық орнатылыпты. Дәл сол сияқты елордада жөнді істемейтін 67 орын бар. Бұл мәселені тек жергілікті әкімдер мен ұялы байланыс операторлары үйлесімді жұмыс арқылы шеше алады, деді министр. Қазіргі таңда өзіңіз білесіздер, Алматыда уже 10 локацияда 5G станциялары іске қосылды. Астанада қыркүйектен бастап жылдың соңына дейін одан да көп базалық станция іске қосылады. 15% осы қалалардың, Алматы, Астана, Шымкент қалаларының 15% осы жылы 5G-бен қамтамасыз етіледі. Ол лицензиялық міндеттеме, яғни операторлар оны жасамаса, біз олардың радиожиіліктерін тартып алу құқығымыз бар. Мусиннің сөзіне сенсек, 5G радиожиілігін сатып алуға 156 миллиард теңге кеткен. Нәтижесінде смартфондардың енді 10 емес 20% жылдамдығы жүйткіген интернетке қосыла алады. Ендігі мәселе тарифте. Сапасы жақсарса, бағасы қалай құбылады? Нарықта болған продукт, ол өзінің тарифтері болады. Мен ойлаймын, әрбір оператор өзінің нарыққа сай ойлары бар, сондықтан өз ойларын олар продукты тамамдап жариялайтын болады. Қазіргі таңда адамдар бірінші кезекте интернеттің сапасына қарайды. Жай ғана желі тартып беретін кезеңнен өттік. Халыққа сапалы байланыспен жылдам интернет қажет. Олар тарифтердің ақысын толығымен төлеп отыр. Сондықтан сапалы қызметті талап етуі орынды. Жалпы алдағы 5 жылда қалалардың 75% және облыс орталықтарының 60% сапалы интернетпен қамту жоспарланған. Сол үшін қолжетімді интернет ұлттық жобасы іске қосылмақ. Тағы да қыруар қаржы құйылмақ. Нақтыласам, бюджеттен 560 миллиард теңге бөлінеді. Нәтижесінде кем дегенде секундына 100 мегабит интернетпен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Қысқа мерзімде ұлттық жобаны пысықтап, президент әкімшілігіне енгізу қажет. Халықтың пікірлерін ескере отырып, барлық проблемалар мұқият пысықталуы тиіс. Бұл мәселені мен өз бақылауымда ұстаймын. Сондай-ақ Мусин автожолдарда да мобильді интернетті жетілдірмек. 487 антенна орнатылады. Нәтижесінде 17.000 шақырым жолда байланыс үзілмейді деп сендірді. Тек министр уәдені осылай үйіп төккен Астананың сол жағалауында өтіп жатқан үкіметтің онлайн отырысы қайта-қайта үзіліп берекені алды. Арай Сүгірбай, Виктор Джигерс, Атамекен бизнес арнасы. Министрдің амбицияға толы жоспары мұнымен бітпейді. Мусин шалғайдағы ағайының да ғаламтордың ғаламатын көретін күні алыс емес деп екендігіне сенімді. 3000-нан астам ауылды интернетпен қамтуға уәде берді. Айтуынша бұл жұмыс 60.000 шақырымға созылатын оптикалық желілер арқылы жүзеге асады. Бұрын операторлар тек мектептер, ауруханалар мен әкімдіктерге ғана желі тартып, тұтас ауылдарда интернет бар деп өтірік есеп беріп келген.
2020 жылы 1200 ауылға оптикалық желі жеткізілген болатын. Бірақ әр үйге дейін оптиканы жеткізу дұрыс қолға алынбаған. Біз сол ауылдардағы 300 мың үйді интернетке қосатын боламыз. Одан басқа оптиканы тарту мүмкіндігі жоқ 500-ге жуық ауыл қалып отыр, оларға спутниктер арқылы интернет жеткізілетін болады. Осы ауылдағы ғаламтордың кілтипаны кесірлі коронавирустың кезінде шыға бастады. Сабақты онлайн оқу үшін талға өрмелеп, шатырға шығуға мәжбүр болған оқушыларды ұмыта қоймаған боларсыздар. Бұдан сабақ алып, жауырды жаба тоқығанымен түпкі түйткілдің түйіні тарқамайтынын жақсы түсіндік. Отандық Big Data қауымдастығының президенті Сергей Ахметовтың айтуынша, әлем желі мәселесін шешу үшін елдегі инфрақұрылымға аудит жүргізіп, ақты ақ, қараны қара деп ашық айту керек. Сарапшының сөзіне қарағанда 2,5 жыл министр креслосында отырған Мусиннің өзі саладағы ахуалды 100% білмейді. Бүгінде интернет күнделікті қатынас құралы әрі тіршіліктің ажырамас бөлігіне айналған. Сондықтан оның жоқтығын немесе сапасының нашарлығын өтірік есептер арқылы жасырып қалу мүмкін емес деді Ахметов арна тілшісіне берген сұхбатында. Шынайы көзқараспен қарау керек та, мысалы бізде Қазақстан көлем бойынша 9-шы орында. Одан кейін ауыл аймақтың бәрі шашыраңқы болғаннан кейін, ол да қиын мәселе ғой жалпы. Шынды картина керек та, мысалға. Өйткені бұлар алатта 2 ауылдың ортасына бір станция қоя салады, сосын барақта 1-2 адамды алып түсіреді, ой бізде интернет мықты, жаңағы. Жақсы интернет болу үшін жақсы инфраструктура болу керек. Ауыл инфраструктура қазір қандай жағдайда мысалға? Ол жағынан ешқандай мәлімет ала алмаймыз да. Үкіметте көсіле сөйлеген Бағдат Мусин заңсыз тасымалданған телефондар жайында айналып өтпеді. Бұл мәселеге ерекше ден қойған цифрлық даму министрі заңды жолмен әкелінбеген смартфондардың тиісті салықтары мен алымдары төленбеген деді. Оның үстіне Қазақстанда 3.700.000 гаджеттің имей коды қайталанады. Соның кесірінен бюджетке шамамен 100 миллиард теңге түспей қалған. Тіркеу номерлерінің бірдей болуы салдарынан полицейлер ұрланған ұялы телефондарды іздеу және бұғаттау кезінде қиындықтарға тап болып жатыр. Осы мәселелерді қолға алу үшін министрлік аймай кодтарының дерекқорын кеден қызметтерінің жүйелерімен интеграциялауды және абоненттерді тіркеу кезінде биометрияны қолдануды жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде ішкі істер министрлігімен бірлесіп ұрланған телефондардың аймай кодтарын тексеруге болады. Арнайы сайт бар. Сапасыз интернет үшін операторлар 2 миллиардқа жуық айыппұл төлеген. Бұл сома бұдан да көбейіп 5 миллиард теңгеге жетуі мүмкін. Министр Бағдат Мусиннің сөзінше осыдан 3-4 жыл бұрын жылдық айыппұл көлемі 100 миллион теңгеге де жетпейтін. Ол тым төмен болғандықтан байланыс операторлары сапаға қол сілтеп 20-30 мың теңгесін төлеп отыра берген. Енді оларға миллиондаған ақшаны қалтасынан жырып бергеннен инфрақұрылымға инвестиция салу тиімдірек. Министр осылайша сапалы интернет желісіне жеткіземіз деп отыр. Қазақстанда ұялы байланыс пен мобильді интернетке қолжетімділік орталық Азия мемлекеттері арасында көш ілгері. Сеніңіз, сенбеңіз, халықаралық телекоммуникация одағының былтырғы жылды қорытындылаған деректері осындай. Бір жылда елдегі мобильді кең интернеттің орташа жүктеу жылдамдығы да анағұрлым артқан. Мысалы, былтыр елімізде жан басына шаққандағы мобильді байланыс жалпы ұлттық табыстың 0,52%-на жетіпті. Өзбекстан мен Түркменстанда 0,59 және 0,6%. Ал әлемдегі орташа көрсеткіш 0,9%. Иә, статистикаға сену-сенбеу дегенде бар ғой тек. Бағдарлама басында дәл осы интернеттің қол жетімділігі сандарға басқа емес цифрлық даму министрі Мусинде сала сарапшысы Ахметовта сенімсіздік танытқанын көрдіңіздер. Министрдің айлығы миллион, күзетшінікі 50 мың, сонда орташа жалақы 500 мың теңге жүрген еліміз. Бір кем дүние деген осы болар бәлкім. Эфирде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.